тең келмейтін алтында еш қолдағы, өзің едің әке үйдің зорбағы. Жарық берер айымыздай көктегі, болушы едің жанымыздың қорғаны. Шырақ едің, сәуле едің, ай едің, жаның толы мейірімге бай едің. Ілім, білім, тәрбиеге қаныққан, үлгі алар ер артына сай едің. Жанға бермес бір тауым еренім, жар едің ғой, әке едің, ер едің. Жан әкем-ау жанға батып жоқтығын, сабылмен сағымда елерін. Әкесі жоқ адамды аяп жүрмін, әкесі бар адамға қарап жүрмін. Әкесін сағынып жүр жоқ біреулер, әкесін ренжітеді бар біреулер. Әкенің керек емес ештеңесі, әкенің керек бізге бір іргесі. Қарайып биік шыңда отырсыншы, қорған ғой оның бізге көлеңкесі. Қарайып биік шыңда отырсыншы, қорған ғой оның бізге көлеңкесі. Көріп келем, биік-биік таулар бар, алып деген. Сол шыңдардың бірі де биік емес, ең биігі сол таулардан әке деген. Сол шыңдардың бірі де биік емес, ең биігі сол таулардан әке деген. Әкесін сыйлағанды Аллам сүйсін, әкедей қандай адам сені сүйсін. Әкесіз оянбай-ақ шырт ұйқыда, барында қадірін біл, аман жүрсін. Әкесіз оянбай-ақ шырт ұйқыда, барында қадірін біл, аман жүрсін. Енді құда-құдағи, сіздерге көп рахмет. Действительно, Ермұзанға бұл өмірде мен рахметімді айтатын. 40 жасымда мені ата қылды. Міне 65-тен 66-ға қараған жағым жасымда міне тойда немересімді бір оған жеткенде бар, жетпегенде бар. Мен бір сіздерге әңгіме айтайын, қызық болсын. 97 жылы 2 октябрьда туды. Соның мен қызметтемін бір орыстың әйелі, Пушкар Алла Петровна деген еврейка. Содан кейін ол кезде күрдекті 97 жыл күрдек жүрген кезіміз қайда, мынау деген шипуха, мына 5-6 кететін жақсырақ. Содан мен айттым, ол не родной дедім бар. Она еврейка. Сосын мен айттым, у нее фамилия другая, род другой. Ненікі
сосын маған тұрып мейрам мұхамеджанов келді, вы че так делаете, ашуланып. Сосын жарайды, әлгі қызып алған, бәріміз тойлап отырмыз жұмыста, короче. Сосын ертеңде понедельник жұмысқа келген амандассам, әлгі әйел амандаспайды менімен. Айтып, я Мейрам Мұхамеджанов от вас не ожидал. Как это так? Дочкин сын, и вы так вчера назвали, вы говорите, что мен қазақша айттым әлгі. Ел болмас, жерге ас болмас, май болмас. Иә, соны өзімше нетіп отыр, қызып алған ғой. Понедельник күні келем амандаспайды, вторник күні келем амандаспайды. Сосын пятница күні, ол кезде біз айтамыз, ванна стакана прачечный день дейміз. Бір коньяк алып, бір хороший. Иә, кабинетіне, жанында кабинет, қағып кірдім, Алла Петровна может, заходи деді. Содан кейін әлгі әйел, бір коньяк ішіп отырмыз, міне дастархан үсті, 2 сағат өтті ме, 3 сағат өтті, ана кісіні мен тыңдап отыр. Переводчигі болмайды. Сонда айтты, қыздың баласы қандай жақын болады екен. Олардікі еврейді сол. Еврейдікі әлгі атын неге береді? 9 ай, 10 күн неге бала не, биологический, короче. Доходчиво маған айтты. Содан бері мен міне 22 жыл болады, Алла жазса 2 октябрьда. Содан айтуды қойдым, не родной деген. Содан әлгі міне өзіміз қолымызды өсті, өзіміз өсірдік. Енді оқуғанда қай жерге көшіп кетсем, бірге көшіріп алып кетемін өзін. Темірлан нетіп, енді жасы келді, әскерге барам деді, әскерге бірге бардым өзім деді. Бір жерге жүрдім дейсіз? Бірге жүрдім. Сондықтан айтайын деген, енді сіз жаңа дұрыс айттыңыз, қолымызды өсті. Біз енді жаман тәрбие береміз бе? Адам бол, осылай болады, мына жолды бұлай жасау керек, мынаны бұлай. Ол жастар, біз өзіміз әлі қате жібереміз.